Сәлем қыздар, сіздерге бүгін муравейниктің рецептісін көрсететін боламын. Құрамы өте тез және әрі дәмді болып дайындалатын десерттердің бірі шай ішуге арналған. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Муравейниктерді бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал енді келесі кезекте біз бастаймыз. Бізге қажетті жұмыртқа, оның үстіне қант саламыз да екеуін жақсылап вилканың көмегімен араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары майды құямыз, яғни ерітілген сары майды ыстық күйінде құюға болмайды, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Сондықтан ерітілген сары майды сәл суытып аламыз. Одан кейін кезекте майды құйып алғаннан кейін жақсылап араластырып алдық. Содан кейін барып оның үстіне ұнымызды біртіндеп салып отырып, жақсылап қамыр илейміз. Яғни қамырымыз жұмсақ, үзілмелі, үгілмелі болу керек. Оның бір бөлігін осылайынан салып аламыз да, жақсылап осылай вилкамен араластырамыз. Тура видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, жақсы болып шығады. Міне қамырымыз осылай болды. Одан кейін тағы да екінші бөліп онды салып жібереміз да, қамырымызды толықтай илеп шығамыз. Қамырымызды жақсылап илей бастаймыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай үгілмелі песочный қамыр болу керек. Міне қамырды илеп жатқан кезде қолымыз егерде май шұқылдап көрініп тұратын жағдай болса, онда ұнның барлығын саламыз. Видеода көрінгендей мен ұнды толықтай салған жоқпын. Міне қамырымыз осылайынан жеке-жеке үзіліп тұру қажет. Ендігі кезекте дайын болған қамырымызды ет тартқыш машинкадан өткізетін боламыз. Жаңағы дайын болған песочный қамырымыз ет тартқыш машинкадан үгіліп, үзілмелі болып түсуі қажет. Яғни бөлек-бөлек болып түсуі қажет. Кейбір жағдайда майға, ұнға байланысты болады. Сол кезде жаңағы тартып жатқан қамырымыз біркелкі жабысып ұзын-ұзын күйде түседі. Ондай кезде оған күш жұмсау арқылы пісіп шыққаннан кейін сындыру керек болады. Ал бұл жасап жатқан қамырымыз бүгін үзілмелі, жеке дара болып шығып жатыр. Яғни пісіп шыққаннан кейін де ешқандай күш жұмсаудың қажеті жоқ. Бірден кремін салып араластыра береміз. Міне көрдіңіздер ме? Видеода көрініп тұрғандай жеке дара кішкентай ұсақ-ұсақ болып түскен. Духовкамызға пісіп шықты қамырымыз, яғни духовкаңызға байланысты конвекция жоқ болса 180 градуста пісіре бересіз, ал менде конвекция болғандықтан 150 градуста пісіріп шықтым. Міне пісіп шыққан қамырымыз осылайынан жеке-жеке ұсақ-ұсақ болып пісіп шықты. Осыны қазір аламыз да енді крем дайындайтын боламыз. Енді кезекте кремді дайындайтын боламыз. Кремге бізге вареный сгущенка қажет, ерітілген сары май қажет болады. Осы екеуін жақсылап араластырамыз. Бізде қоймалжың крем шығу керек, қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес. Осы дайын болған кремді жаңағы үгітілген қамырымыздың үстіне барлығын салып, жақсылап крем мен қамырды араластырып шығамыз. Муравейниктеріміз дайын болды. Енді ары қаратай оны әртүрлі формаларға келтіріп салуға болады. Мен бұл жерде арнайы кекстің қағаз формасына салдым. Яғни порционды муравейниктер дайындап жатырмын. Бұл өте ыңғайлы, яғни әр адам өзіне жеуге ыңғайлы, не болмаса сарқытқа алса да осылай порционды түрде әзірлеген ыңғайлы. Одан кейін не болмаса кесеге, шұңғыл кесеге немесе салып, осылайынан бір форма келтіріп жасасаңыз да болады. Енді осы дайын болған муравейниктердің үстіне мак сеуіп шықсаңыз болады, немесе үгітілген орехтар себуге де болады. Өз қалауыңыз бойынша әсемдеп ұсынуға болады. Жасап көрдіңіздер, өте дәмді болып шығады және тез дайын болады. Аса көп затты қажет етпейді. Міне біздің порциондық муравейниктеріміз дайын болды. Не болмаса кесеге салып, бір форма келтіріп, тарелкеге салып та ұсынсаңыздар болады.
Муравейниктер сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.